Эфирде кинобизнестің кезекті саны. Алдағы 25 минутта біз әдеттегідей киноиндустрияның негізгі жаңалықтарымен таныстырып, отандық красавчики данашы эры комедиясы мен шынай оқиғаға негізделген режиссер Асқар Ұзабаевтың Казбат әскери драмасы сынды аптаның басты премьералар туралы айтамыз. Түсірілім алаңында Алмас Тоғай бүгінгі бағдарламада. Қазақстандық 3 бірдей картина америкалық Алтын глобус кино марапатына үміткер атанды. Фрэнк Миллер мен Роберт Родригес «Город грехов» комиксі желісімен телесериал таспалайды. Әскери ұшқыштар жайлы алғашқы отандық дала қырандары телехикаясының премьерасынан арнайы сюжет. Актерлік кастингті қалай өту керек? Жауабын кастинг директор Әсемгүл Ибраевамен болған сұхбаттан біле аласыздар. Қазақстандық 3 бірдей картина америкалық Алтын глобус кино марапатына үміткер атанды. Шет тілдегі үздік фильм номинациясына режиссер Ермек Тұрсыновтың «Шырақшы» фильмі, Ақан Сатаевтың «Томирис» тарихи драмасы мен Фархат Шәріповтың «Тренинг личностного роста» картинасы ұсынылды. Туындылардың барлығы қазақ фильм киностудиясына таспаланған. Қазақстандық ленталар Голливудтың шетелдік баспасы жариялаған үміткерлер тізіміне енген. Биылғы Алтын глобус сыйлығына үміткерлер лонг парақшасы тізіміне 65 мемлекеттен 93 картина енген. Ал шорт параққа кіретін үміткерлер тізімі 9 желтоқсан күні жарияланбақ. Алтын глобус кино марапатын табыстау салтанаты 2020 жылдың 5 қаңтарында өтеді. В город грехов приходят широко открытыми глазами. Или не выходят из него уже никогда. Фрэнк Миллер мен Роберт Родригес «Город грехов» комиксі желісімен телехикая таспалауды бастамақ. Бұл идеяның жүзеге асырылу жұмыстары басталатыны жайлы өткен жылы белгілі болған еді. Бірақ жоба енді қолға алынып отыр. Legendary Television студиясының хабарлауынша, Фрэнк Миллермен және Роберт Родригеспен келісім шартқа енді ғана қол қойылып, комик желісімен шоу жасау жұмыстары бастау алды. Қос режиссер жобаның жетекшілері және атқарушы продюсерлері міндетін атқарады. Комиксті экранизациялау жұмыстарына франшиза сиквелінің продюсерлері де қосылып отыр. «Город грехов» телехикаясынан бөлек шығармашылық топ приквелді де шығармақшы. Айтуларынша ол 18+ санатындағы ересектерге арналған мультсериал болады. Өткен аптада Uncharted ойын франшизасының киноға бейімдеу тобының актерлік құрамы өзгерді. Том Холландтың экрандағы кейіпкермен бірге Марк Уолберг өнер көрсетуге келісті. Актер 10 жыл бұрын жобаға режиссер Дэвид О. Рассел жетекшілік етіп жүрген кезден-ақ оқиғаның басты кейіпкері, зерттеуші ғалым Нейтан Дрейктің рөлін ойнағысы келген. Заманауи нұсқасының қойшысы міндетін Бамблби фильміне режиссерлік еткен Трэвис Найт атқарады. Марк Уолберг болса негізгі кейіпкердің ұстазы Виктор Салливанның рөлін сомдайды. Картинаның сюжеті қалай өрбейтіні жайлы ақпарат әзірге құпия ұсталып отыр. Белгілісі, фильмде видео ойынның 3 бөлімінде Нейтан Дрейк пен оның ұстазы Саллидің кездескен сәті ғана көрсетілуі мүмкін. Шытырман оқиғалы картинаның түсірілім жұмыстары 2020 жылдың ақпан айында басталады деп жоспарланған. Осы аптадан бастап үлкен экрандардан режиссер Асқар Ұзабаевтың «Казбат» атты картинасын көре аласыздар. Әскери драма 1995 жылы Тәжік-Ауған шекарасында болған шынай оқиға негізінде таспаланған. Қазақстандық әскерилер Пешавар шатқалында бітімгерлік миссиясы барысында күші әлде қайда басым дұшпанмен айқасқа түскен. 5 сағатқа созылған ұрыс нәтижесінде 17 адам қаза тауып, 33 сарбаз ауыр жарақат алды. Фильм негізіне нағыз ерлік көрсеткен батырлардың қаһармандығы арқау болған. Судьба забросила нас туда, где выбор можно было сделать только между жизнью и смертью. И далеко не каждый был готов стать героем. Но мы выбрали честь. Ауған жағынан шабуыл жасаған содырлар 1 сағаттың ішінде Тәжікстан аумағына өтіп кетуді жоспарлаған болатын. Бірақ оларға қарсы жасалған шабуылдың өте күшті болғандығынан 5 сағатқа созылған қарулы қақтығыстан кейін кері шегінуге мәжбүр болды. Бұл оқиға ішкі әскер тарихында мәңгіге сақталмақ. Время диктовало свои условия.
потеряли честь. Туындыда 19 бен 20 жас аралығындағы 4 кейіпкер туралы баяндалады. Бұл тәжік ауған шекарасында жауынгерлік міндетті орындаған барлық әскери қызметшілердің жиынтық образы. Оқиға желісі әскердегі қызметке дейінгі кездерді қамтыған. Фильм авторларының айтуынша ұрыс сахналарының бірі бірегей болып шыққан. Ондай эпизодты қазақстандық кинематографистер әлі түсірмеген. Фильмде басты рөлдерді Ринат Дошубеков, Дәурен Серғазин, Халық Рахат, Диас Мырзахмет және Индира Шымболатқызы ойнады. Картинадағы трюктердің барлығын әлемге әйгілі Номад Станс каскадерлік тобының мүшесі Жандос Айбасов орындаған. Ал отандық эстрада жұлдыздары Айқын Төлепберген, Қайрат Нұрта және Төреғали Төреәлі фильмге арнап саундтрек жазған. Отан үшін от кешіп, жанын берген жалынды жастардың жауынгерлік ерліктері жайлы баяндайтын Казбат әскери драмасы. Осы аптадан бастап барлық кинотеатрларда. Нам было важно остаться живыми и вернуться домой. Казбат. Танымал видеоблогерлер Мейірхан Черниязов, Медет Аманбаев пен Мейіржан Төребаев өткен жылдың наурыз айында регистратор комедиясын ұсынған еді. Ал осы аптадан бастап олар өздерінің «Красавчики да наши эры» атты жаңа кино жобасын прокатқа шығарады. Туынды Алматы облысы Жаркент қаласының маңайында орналасқан Алтын Емел табиғи саябағында таспаланды. Надо найти племя рабочих. И на поиски мы отправляем вас. А вы думаете, почему именно вас? Да нет, мы вообще не думаем. А где ваше племя? У моего племени эти дни... Полость, нога, лицо. Авторлардың айтуынша көне заманғы комедиялық жоба 2 жыл бойы өндірісте болған. Барлығы фильмге арналған комедиялық ғасыр идеясынан басталыпты. Актерлердің айтуынша уақыттың тапшылығынан жоба кейінге шегеріле берген. Бірақ бұл идеяны жүзеге асыруды олар биылғы жылдан кеш қалдыруға болмайды деп шешіп, фильм атауын өзгертіп, түсірілім процесіне кірісе кеткен. Мотор. Идет. Камера. Есть. 69-121. Аталмыш фильм актер және сценарист Медет Аманбаев үшін режиссерлік дебют болмақ. Фильмнің қойышы операторы Сәбит Семетаев пен суретші қойышы Ақылбек Ермановты көрермен қауым регистратор картинасынан таниды. Жоба продюсері Мейірхан Черниязов. Это проект такой, это первобытные люди. Здесь есть плюсы и минусы. Біздің заманымызға дейінгі адамды ойнаудың өз артықшылықтары мен кемшіліктері бар. Жағымды жағы ол образды сомдауда кез келген әдістерді қолдануыңа болады. Өйткені шын мәнісінде қалай болғанын ешкім дәлелдей алмайды. Ал кемшілік тұсы ол бізге заманауи әлем мен байырғы заманның қақ ортасын ұстап тұру керек болды. Чтобы где-то остаться, держать эту середину, да? Нас радует то, что съемочная группа, некоторые люди, которые... Бұдан бөлек, шығармашылық процестерге қатысы жоқ түсірілім тобының айтуынша, біздің фильм сырт көзбен қарағанда өте күлкілі көрінеді. Сондықтан да көрермендерге де ұнауы бек мүмкін. Біз әрдайым жаңа дүниелерді жасауға тырысамыз. Бұған дейін түсірген регистратор фильмінде ерекше болды. Өкінішке орай көрермендердің басым көпшілігі біздің жүзеге асырып жатқан жаңа шығармашылық идеяларымызды түсіне бермейді. Десе де біздің Қытай мен Еуропа елдерінен өз жанкүйерлеріміз табылып жатыр. У нас очень хорошо приняли в Китае, в Европе. Фильм Алматы облысындағы Жаркент қаласының маңайында орналасқан Алтын Емел табиғи саябағында 20 күн ішінде таспаланып біткен. Команданың дебюттік картинасы регистраторды таспалау жұмыстарына актерлермен қоса санағанда 12 адам қатысқан болса, тың туындының түсіріліміне 120 адам атсалысқан. Фильмде бой көрсететін отандық актерлердің қатарында Дәурен Айдарқұлов, Әділжан Шомбалов, Нұржан Әуесхан мен тағы да басқалары бар. Отандық «Красавчики да наши эры» комедиясы осы аптадан бастап прокатта. Алты маусымға созылып, Эмми сыйлығымен 15 рет қатарынан марапатталған белгілі британиялық телесериал «Аббатство Даунтон» қайта оралады. 20 ғасырдың басындағы Ұлы Британияның атмосферасы мен Кроули ақсүйектер отбасының тарихын көрермендер енді үлкен экрандардан тамашалай алады.
похоже. Королевская чета прибудет в Даунтон. Что? Аббатство Даунтон телехикаясының премьерасы 2010 жылдың 26 қыркүйегінде өтті. Жоба тез арада танымал болып, 2011 жылы сыншылар ең көп талқылайтын сериал атанып, Гиннес рекордтар кітабына енді. Осы аптада отандық прокатқа сериалдың толық метрлі нұсқасы жол тартады. Аббатство Даунтон тарихи драмасында сериалда бой көрсеткен актерлік құрам толығымен оралды. Сондай-ақ телехикаяның сценаристі Джулиан Феллоуз бен қоюшы режиссері Майкл Энгерде тер төккен. Лента желісі бойынша ақсүйектер отбасы Кроулилердің үйіне Ұлыбританияның королі Георг V мен оның жары Мария келеді. Оның сапары барысында басты кейіпкерлер өмірге қастандық пен мұраға иелік етуге күреспен кездеседі. Кинобизнес бағдарламасы Дала қырандары телехикаясының премьералық көрсетіліміне келді. 12 бөлімнен тұратын туынды Талдықорған қаласында орналасқан әскери әуе күштерінің базасында таспаланған. Жоба хабар агенттігінің тапсырысы бойынша және Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің қолдауымен жүзеге асып отыр. Өмірін отанын қорғау мен әскери қызметке арнаған жас ұшқыш офицерлер жайында баяндайтын алғашқы отандық сериал хабар арнасының эфирінен 25 қарашадан бастап көрсетілетін болады. Желісіне өз өмірлерін әскери қызметке, отанын қорғауға арнауға нық шешім қабылдаған Берік, Қанат, Ерлан және Мадина есімді жас офицер ұшқыштар арқау болған. Кейіпкерлерді өзгеде жас офицерлер мен ұшқыштарды қайта даярлау орталығына жібереді. 3 ай көлемінде қатаң іріктеуден өтетін 20 адамның ішінен тек 5-еу ғана ұшқыштардың элиталық тобына өту мүмкіндігіне ие бола алады. Телехикая бас кейіпкерлердің өмірлік сынақтарын, олардың достық қарым-қатынастары мен махаббат сезімін, сондай-ақ отанға деген шынайы құрметті көрсетеді. Актер Сырым Қашқабаев ұшқыштар келіп жиналған бөлім командирінің рөлін сомдаған. Айтуынша түсірілім жұмыстары басталғаннан соңына дейін әскери базада қатаң тәртіп сақталған. Съемки проходили на самой авиабазе. Естественно, түсірілім жұмыстары әуе базасында өтті. Сәйкесінше телехикаяның таспалануымен қатар ол жерде әскери дайындықтар жүріп жатты. Ондағы шынайы командирлер бізге бір сәтте болса өзімізді еркін ұстауға мұрша бермеді. Біз болған бөлім командирі де жиі келіп, өз ақыл кеңесін айтып жүрді. Мен экранда сол командирдің прототипін көрсеттім деуге болады. Ол маған тіпті шынайы погондарды сыйға тартты. Көріп отырса, ол азаматқа шынайы алғысымды айтып қалғым келеді. Поэтому было проще. Он даже мне погоны подарил. Спасибо вам большое. Қазақстан Республикасының әскери әуе күштерінің элитасы екендеріңізді дәлелдеулеріңіз керек. Ал бұл көк аспансыз өмірін елестете алмайтындардың қолынан ғана келеді. Барлықтарыңызда жеңімпаз болғаныңыз келетінін білемін. Оған мүмкіндіктеріңіз де бар. Ең үздік болып 5 қатысушы ғана қалады. Дала қырандары Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің, Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі мен Хабар агенттігінің бірлесіп түсірген телехикаясы. Фильмде шынайы әскери техника көптеп қолданылған. Жауынгерлік машиналардың осыншалықты алуан түрлілігі ешбір қазақстандық телесериалда кездеспейді. Мәселен, Су-30СМ жойғыш ұшағының 4-ші буыны бұған дейін тіпті шетелдік фильмдерде де көрсетілмеген. Айта кетейік, көптеген эпизодтар желісіне әскери ұшқыштардың күнделікті өмірінен алынған шынайы оқиғалар арқау болған. В мирное время люди думают, чем могут заниматься военные. На самом деле это очень... Адамдар бейбіт күнде әскерилер еш нәрсемен айналыспайды деп ойлауы мүмкін. Менің ойымша бұл өте ауыр еңбек. Дала қырандары телехикаясының экрандардан көрсетілетініне мен өте қуаныштымын. Оны көретін көптеген көрермендер енді әскерилердің жұмысы қаншалықты қиын әрі қауіпті екеніне көз жеткізеді. Түсірілім жұмыстары өте күрделі болды. Күні бойы 40 градус ыстық. Оның үстіне форма мен үсті басың ұқыпты, тиянақты болу керек. Тяжело. Но интересно, потому что это самолеты, это детская мечта.
Қандай да бір фильмді таспалау жұмыстарына режиссер, оператор, продюсер мен актерлерден бөлек көптеген басқа да мамандық иелері қатысатыны белгілі. Бүгін біз қоюшы режиссерге және продюсерге актерлер ансамблін құруда көмектесетін кастинг директор Әсемгүл Ибраевамен әңгімелесеміз. Әсемгүл кез келген актерлік кастингті сәтті өтудің құпияларын ашып айтты. Олай болса сөз кезегі әріптесім Бекболат Уәлиевте. Бүгін бізде қонақта кастинг директор Әсемгүл Ибраева. Әсемгүл, студиямызға қош келдіңіз. Сәлеметсіз бе? Біз сіздің кастинг директор болғаныңызды білеміз. Өзіңіз актриса бола жүріп, рөлге актерлерді таңдау міндетін атқаруға қалай ауысқаныңыз жайлы айтып берсеңіз. У меня было как, ассистент по актерам пригласила меня на пробы. Мені бір күні актерлер бойынша көмекші кастингке шақырды. Мен белгіленген уақытта келдім. Сөйтіп кастинг кезінде Аида есімді кастинг директор келді. Біз біраздан бері таныспыз. Ол мені көріп, Әсемгүл, сен бізбен бірге жұмыс істеші деп ұсыныс жасады. Бастапқыда мен қандайда бір рөлді ұсынып жатқан шығар деп ойладым. Сөйтсем, ол маған кастинг директордың жұмысын тапсырмақшы екен. Бұл мен үшін керемет тәжірибе болатынын, кастингтерді қалай оңай өтуге болатынын біле алатынымды бірден түсіндім. Бір апта бойы ойланып, көптеген адамдармен ақылдастым. Нәтижесінде келісімімді бердім. Менің жолым болды, себебі кірісетін жобам Қазақфильм киностудиясына тиесілі. Және ол мәскеулік беделді киногерлермен жүзеге асырылды. Яғни түсірілім тобы Мәскеуден келді. Сондықтан толағай тәжірибе жинаудың керемет мүмкіндігі туды. Жолым болды дегенім, мен Ресей және Қазақстан киномектептерінің қалай жұмыс істейтінін көрдім. Біздің продюсер Анар Жүнісова мінезі өте тік адам. Ол бүкіл топты қаз-қатар тізіп қойып, өз айтқанын істете алатын кәсіби маман. Бұл өте тамаша әрі керек қасиет. Осылай мен жоғары деңгей дегеннің не екенін біліп, кастингтің қалай дұрыс өткізілу керектігіне көз жеткіздім. Бізде бір басқармада 4 адам жұмыс істеді. Бұл қалыпты жағдай. Айналымға шығатын кішірек жобаларда 1 немесе 2 адам болады. Бірақ бұл жұмысты қиындатады. Негізі кастинг барысы ұзаққа созылады. Әсіресе Қазақфильм студиясында. Кастинг директордың атқаратын негізгі міндеттері туралы айта өтсек, бұл қалай жүзеге асырылатын жұмыс? Режиссер сізге тікелей шыға ма, әлде продюсерлер арқылы шығып қолыңызға синопсис немесе сценарийді бере ме? По поводу того, что кто именно обращается, это может быть... Маған нақты кім шығатыны жайлы айтсақ, ол әр кезде әр түрлі болады. Кейде режиссердің өзі іздеп тауып алады, кейде продюсерлер арқылы байланыс орнатылады. Алдымен менің қолыма сценарий түседі. Оны оқып шыққан соң, фильмде қанша негізгі рөл, қанша екінші деңгейлі кейіпкерлер және жай ғана бір эпизодқа қатысу керек адамдардың саны қанша екенін білесің. Көпшілік көрініске қатысатындар тағы бар. Яғни көз алдыңа бірден ненің қай жерде болу керектігінде елестетіп, жұмыстың ауқымдылығын есептейсің. Актерлерді іздей бастайсың. Әдетте кастинг директорлардың жұмыс істей жүріп құрылатын актерлер дерекқоры болады. Яғни бұған дейін кіммен жұмыс істеді, кім қандай рөлді сомдағысы келіп еді, белгілі бір рөлді кім ойнап шығалар еді деген сияқты талаптарға сай адамдардың тізімі жасалады. Кейін режиссермен және сценаристермен бірлескен жұмыс басталады. Жобаның дайын түрін кім қалай елестетеді? Бұл тұрғыда әрине режиссердің ойы маңызды. Ал біз жай ғана кеңесші ретінде жүреміз. Осылайша актерлер таңдалады. У тебя есть опыт работы. Сіз түрік киносының түсірілім алаңдарында да жұмыс істедіңіз. Қазақстан мен Түркияның кино түсіруде қандай айырмашылықтары бар? В Казахстане, ты отметила для себя. В кино, турецкое кино, я, наверное, скорее всего, туда степ-бай-степ, то есть там уже у меня уровень. Түрік кино өндірісінде менің тәжірибем айтарлықтай үлкен емес. Мен тек беделді режиссерлермен және танымал актерлермен танысып үлгердім. Кастинг директор болып 1 жыл жұмыс істегеннен кейін маған Түркияда кастингтік жүйе қалай құрылғаны қызық болды. Оларда тіпті көпшілік көрініске қатысатын адаммен 3 жылға келісімшарт жасалады екен. Онда ол жұмысқа алған продакшнмен ғана жұмыс істей алатыны туралы жазылған тармақ бар. Мәселен, мен кастинг директор ретінде жылына қанша жобаға қатысатынымды білмеймін. Ал Түркияда режиссерлер мен продакшн компаниялар кастинг агенттіктермен алдын ала келісім шартқа отырып, 1 жылда қанша жобаны жүзеге асыратындарын нақты біліп отырады. Егер келісім шарт сәтті құрылған болса, сізге сол агенттікпен ғана жұмыс істей алатыныңызды ескертетін хабарлама келеді. Сенің барлық жағдайыңды жасауға тырысады. Ал бізде ондай қамқорлық ары кетсе, екінші деңгейлі рөлді сомдаушылар мен эпизодтық рөлдерге қатысатындарға ғана көрсетіледі. Ал көпшілік көріністерге жалданғандар тек өзіне өзі жағдай жасайды. Түсірілім алаңына келіп,
костюмерлермен және бет әрлеушілермен өздері келіседі. Просто на себя рассчитывают, приходят, там, договариваются с костюмерами и так далее. Там вот прям все просчитано. Асемгүл, встречала ли ты на своей практике примеры? Асемгүл, сіздің тәжірибеңізде көпшілік көрініске қатысатын актер, екінші деңгейлі кейіпкерлердің рөлін сомдап, кейін басты рөлді сомдаушыға айналған кездер болды ма? Себебі Санжар Мәди біздің бағдарламаға берген сұхбатында көпшілік көрініске қатысушы актер ретінде бастап, кейін оны біреу байқап қалып, мансабы өрге басқаны жайлы айтқан еді. Яғни бір күні көпшілік көрініске келіскен күні келіп, 5 минуттан соң оны эпизодтық рөлді ойнауға шақырған. Соответственно, сниматься в эпизодах и дальше больше. Ну, я думаю, что и период его времени, во-первых, у человека хорошая внешность. Біріншіден, оның түр-тұрпаты келіскен. Оның үстіне ол өте еңбекқор актер ретінде белгілі. Актер үнемі өзін-өз дамытумен айналысуы керек. Мен мынадай оқиғаға куә болдым. Көпшілік көрініске қатысуға келген актерлер түсірілім біткен соң, келесі эпизодқа тағы да қатысуды сұрады. Мен оларға сіздердің түрлеріңіз көрініп қойды. Келесі эпизодта тек арқаларыңызбен тұруларыңызға болады дедім. Неге екенін білмеймін, бірақ олар келісті. Одан соң тағы да өтініш жасап, фильмнің басқа да кадрларына қатыспақшы болды. Осылайша түрлі түсірілімдерге қатысып, кейде тегін жұмыс істеп тәжірибе жинақтаумен жүрді. 3 күннен кейін продюсер біреуін байқап қалып, өте белсенді жігіт екен. Әкімшілік құрамға қоссақ қалай қарайсың деді. Сол жігіт екеуміз біз бірер күн бұрын ғана оның кино өндіруші ретінде қатысқан екінші жобаны аяқтадық. Ол әлі де актер болуды армандап жүр. Дегеніне қалай да жетеді-ау деп ойлаймын. То есть актер попал через... Біздің сұхбатты қазір актер болғысы келіп жүрген біреу қарап отырған шығар. Кастингтерді сәтті немесе оңай өтудің қандай да бір құпияларын ашып айтарсыз мүмкін. Біріншіден айтарым, ол түр-тұрпатқа қатысты. Ешқашан бетіңізді жабатын киім немесе сылдырлаған артық әшеке бұйымдарды тағудың қажеті жоқ. Кастингке келген болсаңыз, қанша өрескел естілгенімен де тік айтайын. Сіз өзіңізді сатуға келіп тұрсыз. Бет бояуыңыздың барынша аз болған дұрыс. Сіздің бетіңіздің фактуралығы көріну керек. Өзін ұстамды, мәдениетті етіп көрсетіп, дұрыс сұрақтар қойған абзал. Яғни, сіз қандай жобаға келгеніңізді түсініп алуыңыз керек. Авторлар қандай кейіпкерлерді іздеп жатыр екен. Режиссердің көзқарасын естіп алғаныңыз артық болмайды. Қорытындылап айтар болсақ, киноға келуді қаласаңыз, сіз өзіңізді жақсы тани алуыңыз қажет. Қай бағытта даму керектігін нақты білу өте маңызды. Жай ғана киноға келіп, мен жұлдыз болғым келеді деп айтуға болмайды. Өйткені ол деңгейге жету үшін көп еңбектеніп, айналаңдағыларды мойындата алуың керек. Сондай-ақ мәтінмен жұмыс істеуге келгенде оны толығымен түсініп, астарындағы ойды басқаға жеткізе алуың керек. Өзіңді әртүрлі етіп көрсетіп, режиссер мен продюсерді қызықтыра алудан қорықпау керек. Сұхбат соңында, Әсемгүл, біз сізге тағы да бір сұрақ қойғымыз келеді. Кино саласында жүрген адам ретінде, соңғы 3 жылда жарық көрген қандай қазақстандық киноларды атап өтер едіңіз? Тренинг личностного роста. Бұл фильмге мен кездейсоқ кірген едім, және еш өкінбеймін де. Мен фильмді тамашалап болған соң, бізде мұндай кино түсірілетіне, тіпті кинотеатрларға шығатынына қатты таңғалған едім. Және оның барлық жерде ілініп тұрған жарнамасына тамсана қарап жүрдім. Биылғы жылы өзінің бірнеше фильмдерімен бірнеше халықаралық кинофестивальдерге қатысқан Әділхан Ержанов туралы не ойлайсыз? Бұл өте керемет жағдай. Жетістіктеріне көре алмаушылық бар ма? О не дегеніңіз, жоқ әрине. Мен отандастарым өз киносын түсіріп, жоғары деңгейде ұсына алатынымен мақтанамын. Биікке көтерілу әркез құптарлық құбылыс. Ендеше сөз соңында біз қазақстандық кино тек өсіп өркендегенін тілейтінімізді айтқым келеді. Көрермендердің есіне сала кетейін. Бүгін бізде қонақта Әсемгүл Ибраева болды. Спасибо, что пригласили. Сіздермен болған киноиндустрия саласындағы өзекті жаңалықтардың жаршысы кинобизнес бағдарламасы. Ендігі эфирде біз «Черная пантера» фильмінің жұлдызы Чедвик Боузман ойнайтын 21 мост триллерімен белгілі актер Эдвард Нортон режиссерлік еткен «Сиротский Бруклин» криминалды драмасы туралы айтамыз. Бүгінге осы студияда кездескенше.